Намысы биік нар тұлға. Іле деп аталатын жерде бөлек, бір бала туылыпты елден ерек. Әкесі жанұзақта масайрапты, Төлеубек ата шат боп немерем деп. Әлемнің тыныштығы түйілмеген, жыл еді 44-те қиын кезең. Маузудың әлі билік құрмаған шақ, беліде жаң жешінің иелмеген. Шапшалдан басталыпты бір дара жол, жасынан серік болған жыр қарагер. Құлжадан педагогтік білім алып, тәлімін ұстаз бопты мыңға берер. Келіпті жолдамамен өрте кеске, ойлапты ұрпақ қамын ерте кеште. Ағдала, ұзын бұлақ аттың тауы, еңбегі сіңген екен кең текеске. Танысып жары дәшен дошыметпен, ғашық боп боз баланың есі кеткен. Махаббат мейірімінен ұрпақ өрбіп, әулетін тәрбиелеп қосын еткен. Төңкеріс мәдениет соққан дауыл, жұтатын жан біткенді оппа қабір. 10 жылдық тоқырауда не көрмеді, атылған аман қалып оқтан ауыр. Байлығы балалары қызықтаған, жүректе құпия бар сөз ұқпаған. Сәт сайын мақсатына ұмтылады, бір беткей тәуекелшіл құлықты адам. Бас тартып директорлық лауазымнан, қалаға бет түзейді далағырдан. 8-ін оқытады орталықтан, заманға лайықты бала қылған. Ұрпақтар білім іздеп кәсіптенді, Аллада ұмтылғанға нәсіп берді. Нар тұлға 80 жасқа қилы-қилы, жолдарды жатпай тұрмай басып келді. Жеткізді өнер еңбек алған білім, алдында қазына бар армандының. Тиісті мақтануға адам болды, көтерді мойнына алған жүгін. Ол жүрді өскен елде басшылықта, Шуаншанбу аудандағы басты нұқта, ұлтының руханиятын алғоздырып, ылғида жаршы болды жақсылыққа. Тәліпбай, Әуезхан мен Құрман ақын, кез келді жұрт алдында нұрланатын, Нубужан ұйымдастырды үлкен жиын, тапты да жолын тауып таңнан ақыл. Өтелді еңбегі зор нұр ағаның, Алладан алды тегіс сұрағанын, өсірді 4 ұл 4 қыз 8 перзент, дәуірдің сарбаздары қыран арлы. Толқыннан толқын туды тектілікпен, нұраға арманына жетті күткен. Оқиды немерелер жер шарында, ғылымға бетін бұрып көш біріккен. Өмірдің кездессе де қиябелі, тәрбие білім нәрін құя берді. Бүгінгі заузатының жетістігі бір кезгі атасының қиял еді. Құдай да берген ұрпақ ниетіне, ұлты мен мемлекетке сый етуде, ту ұстап отанына келді бастап, елінің еңбек етті жүйесіне. Жазушы берік болды қаламына, қарайды әрбір басқан қадамына, аралап Аумын, Шангаң, Малайзияны, шарлады Бейжің, Шанхай қаланы да. Ұшталып, таланты мен құштарлығы, Құдай да қолдайды екен ұстамдыны. Ғұмырдың бал шәрбәтін татқан адам, онда көп бақытты сәт құшқан күні. Еткен жан жаңа өнге жетекшілік, сатушы кейдестеді есепшілік. Ашылды Үрімжіде жаңа тыныс, жырлары кеудесінен кесек шығып. Сол тұста кітаптары бұрқырады, тербетті өлең сазбен жұртын әні. Нұраға жаңашыл жан реформатор, ескінің тозған тона жыртылады. Әкесі жаңа өннің танылданық, көргендей ертең атар таңын жарық. Көпір сап Алматы мен Үрімжіге,
жолына түсіргендей тәңір жарық. Аралап Үрімжі мен Алматыны, Ақжарқын ашық еді жан ғасыры, шығарып 8 кітап мирас етті, өзінің орны биік бар ғасыры. Арман-ай, ақын жүрек соғады да, туралы шолпан аңыз жоғарыда, күз жыры естілгенде тіршіліктен, көктемнен күзге дейін жолары да. Өткен із, күткен арман елестейді, мың ділде бір ауыз сөз кеңестейді. Бағдаршам өміріңнің көрсеткіші, сезбесең танауыңнан желеспейді. Аталған кітап бұлар шыққандары, ойлантып оқырманға жұққан нәрі, тағы да 30 дәптер жазып кетті, ертеңді елден бұрын ұққан жаны. Демалмай жазушы еді шыған рухы, тіршілік өтер кетер мына күйкі, ондайда кең тыныстап айтушы еді, басталар алдымызда ұзақ ұйқы. Бәріне күшін салды үлгерем деп, өмірге екі емес бір келем деп, бастан ой ақтарылды ақ қағазға, ондайда күн деген жоқ, түн деген жоқ. Айтса да көңілінде кек қалмайтын, секілді қырандайын көк таңдайтын, басқаның қуаныш пен қайғысынан бөлініп, жеке дара шет қалмайтын. Тазабек, ұзақ саурық түн қатардың, шертеді шежіресін мың қатарлы, ірікпей жазып ойын жариялайды, тайсалмай мінбелерден тіл қатады. Жидебай, Қарой барды алабына, он ешкім тоқтатпаған талабынан, Абай мен Махамбетке тағзым етті, орнап алтын кітап парағынан. Екелдің жазушылар одағында, мүшесі қаламгердің қоғамында, қанатын қатты серпіп ұшарында, алыстан абайлаған қонарында. Ұрпағын отанына қосты әкеліп, ешқашан жасамаған бос қателік, тәуелсіз қайраткер жан, ойшыл аға, қалтқысыз отыратын досқа сеніп. Ұрпағы әр кәсіптің құлағында, жеткізді аққайың мен құрағында, шығармай шып шырғасын алып келді, барлығы Қазақстан тұрағында. Жақсы өтті отандағы 15 жылың, аспанда жарқырайды сөнбес күнің, шығармаң қазынаның ең асылы, ұрпаққа ой салады өлмес жырың. Перзентін мейірімменен мәпелеген, айналды бәйтерекке жас еменнен, бабаның қалған дана сарқытысың, атаққа лайықсың әке деген. Өзендей ілесінді ұзын аққан, артында ұлы мақтан, қызы мақтан, әулетке бізден айтар дұға болсын, нұраға орын алсын ұжымақтан. Еңбекпен нанды тапқаның үшін, бейнетіңнің зейнетін көрші,